Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін пеште дайындалатын люля кебабтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, пікіріңізді қалдырып, лайкты басуды ұмытпаңыз. Дәмінде сөз жоқ, бізде барлығына ұнады. Сіздердің отбасыларыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде дайындаңыз. Ал кеттік. Алдымен пиязымызды блендер немесе үккіш немесе майдалап тураймыз. Яғни сулы және де майда болуы керек. Люля кебабтың сочный болуы фаршқа тікелей байланысты. Менде қойдың фаршы арасында маймен бірге. Сол кезде бізде люля кебаб сочный болып шығады. Енді тұзымызды менде кристаллик салдым, және де зира, паприка және де шашлықтың приправасын салдым. Сосын бізде 5 ас қасық панировочный сухарий саламын. Сол кезде өз формасын ұстай алады. Дәл видеодағыдай 5 минуттай мыжғылап, жақсылап илейтін боламыз. Сол кезде люля кебаб өз формасын сақтай алады. Люля кебабтың жанына қосымша ретінде картофельді істейтін боламын. Дәл жаңағыдай люля кебабқа қосылған специяларды қостым. Бұл жерде майонез қосамын. Кішігірім майонезді қосып араластырып аламын. Сол кезде шимейді және де дәмді болып шығады. Ағаш таяқшаларға осылай форма жасаймыз. Яғни менде енді өзіңіздің қалауыңыз. Мен арасы осылай томпақ болған ұнайды. Сол кезде тойымды өте әдемі көрінеді. Мен жартысын ғана қолдандым. Қалған жартысын мұздатқышқа салып қойдым. Кейінірек қолданамын. Ал енді қызып тұрған 200 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Енді әркім өзінің пешіне қарай градусын қояды. Иісі бүкіл үйді алып жатыр, өте дәмді иіс. Міндетті түрде дайындаңыздар, менің арнама тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Лайктарыңызды баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асимай.